Атом электр станциясы салынатын үлкен ауылынан Шымкентке дейін жоғары кернеулі желі тартып, бағана тұрғызған жұмысшылар маңдай тер ақыларын даулап жүр. Қыстың көзі қырауда талмай тер төккен 20 адам жалақыларын толық алмаған екен. Ақшамызды бас мердігер беруге құлық танытпайды деген азаматтар бүгін шу шығарып, компанияның кеңсесіне тағы барды. Мәселенің мәнісін әріптесім Нұрадин Рақай біліп келген еді. Бізге ақша берілмей жатыр. Алматы облысы мен Шымкент арасын жалғаған осындай жоғарғы кернеулі жерлерді жинаған жұмысшылар 2 айдан бері жалақымызға қол жеткізе алмай жүрміз деп ашынады. Қарызға батып, қаржыдан қысылған азаматтар тығырыққа тірелгендерін айтады. Біз жартысы айлығымызды алдық, жарты айлығымызды ала алмай жатқанымыз ғой. 2 ай болып қалды. Бала-шаға қам үшін қыстың көзі қырауда. Жұмыс істеген 20 азамат бас мердігер келісілген қаржыны жырып қалды дейді. Еңбек еткізіп, есегі судан өткен соң, маңдай тері ақыны беруді естен шығарды деп налиды. Сол 200 теңгеден каждый 20 адам. Сол металл нені жинадық қой? Апорда. Бала-шағаны асырау керек. Қарызға ақша сұрап отқан жоқпыз. Өзіміздің еңбек ақымызды сұрап отыр. Жылдамдатып бізге ақшаны берсе болды. Бірақ жұмысшылардың бұл тілегі орындалмайтын түрі бар. Мердігердің табалдырығын күнде барып тоздырғанмен басшысын таппапты. Бүгін тағы барды, бірақ жұрт уәжін тыңдар адам табылмады. Тұрғындар амалсыз тапсырыс беруші компанияның Жамбылдағы бас кеңсесіне басып кірді. Бірақ мұндағылар есіктен қайтарды. Пікір білдіруден бас тартты. Ақшамыз не болды, ақшамызды? Осылайша тау шағылған тұрғындар талабын тыңдата алмай тентіреп жүрміз дейді. Бұған дейін айлығымызды айқаймен алдық деген азаматтар бұл компанияда былық көп деп отыр. Егер еңбек ақыларын бермесе, Астанаға барып арыздануға бел буған. Нұрадин Рақай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбылдан.